Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақты өтетін мен Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің ветеринария мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Арихова Салтанат. Бүгінгі сабағымыз жануарлар анатомиясы және жануарлар физиологиясы пәні бойынша азық қорыту аппараты құрам бөліктерін өтетін боламыз. Жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты тақырыпты толық түсіндіре отырып, оқушылар арасында білім қалыптастыру. Бейне сабағы арқылы оқушылардың ас қорыту жүйесі, ішектердің түрлері, қарындардың құрылысы мен олардың ерекшеліктері жайлы мәліметтер беріп, білімдерін жетілдіру. Ас қорыту аппараты, аппаратус дигесториус, азықты қабылдау, оны механикалық өңдеуден өткізу, түтікше мүшелер қуыстары арқылы жылжыту, биологиялық және химиялық өңдеулерден өткізіп, қорытылған қоректік заттарды сіңіру, азық қалдығын нәжіс түрінде сыртқа шығару қызметін атқаратын ішкі мүшелерден тұрады. Азық қорыту аппараты қоршаған сыртқы ортамен жануарлар денесіндегі табиғи тесіктер, яғни бірі кіреберіс тесігі ауыз саңылауынан тұратын болса, екінші шыға беріс тесігі анал тесігі арқылы қалыптасады. Азық қорыту аппаратын ауыз саңылауынан анал тесігіне дейін созылатын организмдегі ұзын түтік тәрізді мүшелер жүйесі ретінде қарастырып, оларды біз негізгі 4 бөлімге бөлеміз. Бірінші бас бөлім, алдыңғы бөлім, ортаңғы бөлім және артқы бөлім. Азық қорыту аппаратының құрам бөліктерін мына жерде мен жылқының және сиырдың муляжы арқылы түсіндіріп өтетін боламын. Жалпы азық қорыту аппаратының бас бөлімінен бастайтын болсақ, бізде ауыз қуысының мүшелері мен жұтқыншақтан басталады. Яғни бұл мүшелер дененің бас аумағында орналасуына байланысты біз бұл жерді ауыз жұтқыншақ деп атаймыз. Және ауыз қуысы аппаратының алдыңғы бөліміне біз өңеш пен қарынды кіргіземіз. Ал ортаңғы бөліміне ащы ішектер, яғни оларға 12 ел ішек, ащы ішек және мықын ішектерді кіргіземіз. Сонымен қатар ас қорыту бездері, бауыр және ұйқы бездерін жатқызамыз. Және де артқы бөлімге жуан ішектер, бүйен ішектер кіреді, тоқ ішек кіреді және тік ішектерді жатқыза аламыз. Ауыз қуысына келетін болсақ, ауыз қуысы кавум ориус деп аталады, яғни бұлар жұтқыншақпен жалғасып, азық қорыту аппаратының бас бөлімін құрайтын бөлім болып табылады. Ол ауыз қуысы саңылауынан басталып, шыға беріс тесігі есімен аяқталады да, және ол екі бөлімнен ауыздың кіреберісінен және өзіндік ауыз қуысынан тұрады. Сонымен қатар ауыздың кіреберіс бөлімінің сыртқы қабырғасын еріндер және де ұрт құрайды да, ал ішкі қабырғасын қызыл иек пен тіс аркадалар құрап өтеді. Ауыз қуысының мүшелеріне келетін болсақ, ол жоғарғы, сыртынан жоғарғы және төменгі еріндер, ұрт және де тіс, қызыл иек, қатты және жұмсақ таңдай, сонымен қатар тіл мен сілекейді жатқыза аламыз. Тілге келетін болсақ, тіл лингва немесе глосса деп аталады. Бұлар қимылы жақсы жетілген бұлшықет мүше. Бұлшықеттер арқылы төменгі жақ және тіл асты сүйектері осы тілмен байланысып өткен. Тіл сонымен қатар ауыздағы азықты араластырып, шайнау және жұту процестерін іс жүзіне асырумен қатар азықтың қатынын анықтайтын негізгі бөлім болып табылады. Сонымен қатар ауыз қуысында арнайы бездер орналасады, яғни оны біз гландулария орис деп атаймыз. Ауыз қуысына қабылданған азықтың өңделуімен қорытыла бастауы үшін бұл бездер маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар шайналып ұсақталған азық ауыз қуысының сілекей бездері бөлетін сөлмен араласа отырып, олар шайланады да ұсақталған соң жұтуға ыңғайлы жағдай жасайды. Сілекейдің құрамында сонымен қатар микроорганизмдерді жоятын және қарынның бездерінің белсенді қызметіне ықпал ететін арнайы биологиялық заттарда кездеседі. Одан кейін бізде жұтқыншақ келеді. Жұтқыншақ дегеніміз бұл фарингс деп аталады, яғни ауыз қуысынан өңешпен мұрын қуысын көмекеймен жалғастыратын екі жүйеге ортақ пішіні түтікше, етті, жарғақты мүше болып табылады. Түтікше мүше ретінде жалпы бұл жұтқыншақтың қабырғасын 3 қабаттан тұрғызамыз. Біріншісі ішкі кілегейлі қабық, ортаңғы етті қабық және сыртқы адвентиция қабықтарынан тұрады. Сонымен қатар тыныс алу жолын аңқа немесе мұрын жұтқыншақ жолы деп те атауымызға болады. Өңеш латынша ойзофагус деп аталамыз,
жалпы бұл жұтқыншақты қарынмен жалғастырып және де жұтылған азықты ауыз қуысынан қарынға жеткізетін ұзын түтікшелі мүше болып табылады. Сонымен қатар организмдегі орналасу орындарына байланысты өңешті үш бөлікке бөлеміз. Бірінші мойын бөлігі және көкірек бөлігі және құрсақ бөлігі деп қарастырамыз. Сонымен қатар өңештің қарынға ашылатын тесігін біз қарын тесік кіреберісі деп атауымызға болады. Қарын бұл гастр деп аталады. Ас қорыту түтігінің қапшық тәрізді кеңейген бөлігі қарын болып табылады. Қарынның негізгі қызметі организмде сөл бөлу, механикалық, биологиялық өңдеу, қорыту, сонымен қатар сіңіру және де экскреция қызметтерін қатар атқаратын негізгі мүше болып табылады. Қарындардың бөлімдеріне байланысты біз екіге бөліп қарастыруымызға болады. Жалпы бір бөлімді қарындар және көп бөлімді қарындар. Бір бөлімді қарындарға біз жылқы малының қарындарын жатқызамыз және көп бөлімді қарындарға күйіс қайратын малдардың қарындарын жатқызамыз. Сонымен қатар кілегейлі қабығының құрылысына сәйкес қарындарды безсіз қарын, безді қарын және аралас қарын болып бөледі. Енді жылқыдағы бір бөлімді қарынның құрылыс ерекшелігіне келетін болсақ, жалпы бұл құрсақ қуысында орналасқан, сонымен қатар диафрагмадан кейін келетін, сол жаққа ығысқан және көлденең орналасқан қарындар. Яғни ол тікелей алдыңғы қабырғалық беті бауырдан басталады және де диафрагмамен, ал артқы висцеральды беті бұлар ішек ілмектермен жанасып жататын бөлігі болып табылады. Сонымен қатар жоғарғы алдыңғы жағында қарынның кіші иіні, ал төменгі артқы жағында қарынның үлкен иіні болады. Қарынның сол жақ ұшына келетін болсақ, жалпы өңеш тесігі, мына жерде қарайтын болсақ, өңеш тесігі осы жерде ашылып тұрады. Және қарынның сол жақ бөлігін кардиальды бөлік деп атаймыз. Сол жақ бөлігі кардиальды бөлік және оң жақ бөлігі бізде 12 елі шекке ашылатын қақпақшалық бөліктерден тұрады. Сонымен қатар қарынның негізгі бір бөлімді қарындарға жылқы малының қарындарын жатқызамыз. Және көп бөлімді қарындарға келетін болсақ, біз күйісті малдардың қарындарын жатқызамыз. Олардың қарыны негізінен 4 бөлімді қарындардан тұрады. Бірінші, көп бөлімді аралас қарындарға біз күйіс қайратын малдардың қарындарын жатқызамыз. Яғни олар 4 қарындардан тұрады. Бірінші мес қарын, үлкен қарын, румен деп аталады. Және екінші жұмыршақ қарын, ретикулум және қатпаршақ қарын, ұлмасум, сонымен қатар нағыз қарын, ұлтабар, ұлбамасум деп аталады. Қарындардан кейін бізде келетін шектерге келеміз. Жалпы азық қорыту аппаратының ортаңғы бөлімі. Ортаңғы бөлімі бізде аш шектер мен ірі ас қорыту бездері, сонымен қатар ұйқы бездерін жатқыза аламыз. Аш шектерге келетін болсақ, intestinum tenue деп аталады латынша. Бұл қарын мен бүйеннің аралығында орналасатын шек болып табылады. Аш шектер сонымен қатар кілегейлі қабықтарының ішкі бетіндегі қатпарлар мен ішек бүрлері, бұлар шектер кілегейлі қабықтары, яғни ішкі бетінің сору ауданының ұлғаюына ықпалын тигізетін қызмет атқарады. Енді біз жағы ас қорыту аппаратының ортаңғы бөліміне аш шектерге біз аш шектерді 12 елі шек, сонымен қатар мықын шектерін жатқызамыз. 12 елі шекте бауырмен және де ұйқы бездерін кіргізуімізге болады. 12 елі шек келеді. 12 елі шек intestinum duodenum деп аталады. Мына жерге қарайтын болсақ, анықтаймыз. Яғни ең үлкен шектердің бірі аш шек, яғни intestinum duodenum. Бұл жануарлардың түрлеріне байланысты ұзындығы 40 см мен 120 см аралығында болатын және де қысқа шажырқайға ілінген, мына тұста қысқа шажырқайға ілінген ащы шектің қарыннан басталатын бөлігі болып табылады. Бұл шек күйіс қайратын жануарларда ұлтабар ұшы деп те аталады және ол 12 елі шек қарынның қақпақшалық бөлігінен басталып, одан әрі артқа қарай қайта кері жүріп отырады да ес тәрізді иілім жасайды. Мына тұста ес тәрізді иілім жасап, одан соң оң жаққа бауырға бағытталады да, одан әрі қарай жүріп, оң бүйрекке жетеді. Ол солдан оңға бұрылып, шекарасыз аш шекке өтеді. Осы S тәрізді иілген аумағында 12 ел шек осында бауыр мен ұйқы безінің өзектері осы жерде ашылады. Енді аш шектің өзіне келетін болсақ, жалпы intestinum duodenum деп аталады. Аш шектің ең ұзын бөлігі.
яғни ол сиыр малында 40 метрді құрайтын болса, ал жылқыларда ол 30 метрді құрайды. Жылқы малдарда 30 метрді құрайды. Сонымен қатар ол ұзын шажырқайға ілініп тұрады. Аш шек ілмектерден түзілетін негізгі мүше болып табылады. Аш шек жылқыда құрсақ қуысының сол жақ жартысының жоғарғы бөлігінде орналасады және ортаңғы бөлігін алып жататын болса, ал күйісті малдарда оң жақ бөлігінің ортаңғы бөлігін алып жататын аумақта орналасады. Келесі мықын шекке келетін болсақ, мықын шектері бұл да интестинум элюм деп аталады. Аш шектің ең қысқа бөлігі, яғни ол сиырда 50 сантиметрді құрайтын болса, ал жылқыларда 30 сантиметрді құрайтын шектердің қатарында кіреді. Мықын шек жылқыда бүйенге, ал басқа жануарларда бүйенден тоқ шекке ашылатын шекарасы болады. Сонымен қатар ас қорыту жүйесінің ортаңғы бөліміне кіретін ең ірі ас қорыту бездері бізде бауыр болып табылады. Бауыр организмдегі ең ірі ас қорыту безі. Жалпы бұл бауырда ұрықтың эмбриондық даму кезеңінде бауыр әмбебап қан түзуші мүше болып табылады. Сонымен қатар бұл бауырдың негізгі қызметі организмдегі майды қорытуға қатысатын және де өтті бөлетін қақпал венамен келген қан тамырларындағы улы азоттық заттарды өзіне бейтараптап отыратын және қанның құрамындағы микроорганизмдерді жоятын, қан құрамындағы плазманың протеиндерін және ыдыраған эритроциттердің көмегімен гемоглобиннен өтті пигменттерді түзетін негізгі мүше болып табылады. Сонымен қатар бауырдың құрамында 20% қор ретінде қан осы жерде сақталады. Ал жылқыда келетін болсақ, жылқы малының бауырында бұл жерде өт қабы болмайды. Бұлардың сол бөлігі латериалды және оң бөлігі медиалды аймақты қамтып жатады. Келесі ұйқы безі. Ұйқы безіне келетін болсақ, бұл қанның астында орналасқан без панкреас деп аталады. Яғни құрылысы мен қызметі екі түрлі қызмет атқарады. Ұйқы безі біреуі экзогенді қызмет атқаратын болса, екінші эндогенді қызмет атқарады. Яғни ұйқы безі құрсақ қуысында орналасқан 12 елі шектің ілмегінің аралығында орналасатын бездердің құрамына кіреді екен. Келесі шегіміз бізде жуан шек болып табылады. Жуан шекті интестинум крастум деп атаймыз. Жалпы жуан шек ас қорыту аппаратының ең артқы бөлімінде орналасқан шектердің қатарына кіреді. Жалпы жуан шектің құрамына кіретін бізде бүйен шек, тоқ шек, тік шектерден тұратындығын білеміз. Жалпы тік шек бұлар азық қорыту аппаратының шыға беріс тесігі ануспен аяқталады. Келесі бізде шегіміз бүйен шек болып табылады. Бүйен шегіміз интестинум каепум деп аталады. Жалпы жуан шектің пішіні тұйық қалта тәрізді болып келетін шектердің бірі болып келеді. Жалпы жылқы малынан басқа барлық жануарларда бұл бүйен шектері аш шектің соңғы бөлімі болып табылады. Сонымен қатар бұл мықын шек бүйен мен тоқ шектің шекарасына барып ашылатын негізгі шектердің құрамына кіреді. Келесі тоқ шек немесе жиекті шек деп те атауымызға болады. Жалпы бұл шектің ортаңғы бөлігі, оның пішіні немесе мөлшері жануарлардың түрлеріне және қоректену сипатына тікелей байланысты болып келеді. Жылқыда тоқ шек, үлкен тоқ шек және кіші тоқ шек болып осылай екі топқа бөлінеді. Жылқыда үлкен тоқ шек және кіші тоқ шек болып екі топқа бөлінеді. Келесі біздің шегіміз тік шекпен аяқталады, яғни ас қорыту бөлімінің ең соңғы бөлімі тік шек, яғни интестинум ректум деп аталады. Жалпы жуан шектің ең қысқа соңғы бөлігі осы тік шекпен аяқталды. Ол тік шек бізде жамбас қуысының, яғни құйымшақтың төменгі бөлігінде орналасқан шажырқайға ілініп тұратын шектердің тобы болып табылады. Тік шек сонымен қатар анустар арқылы жалпы кеңейетін, сонымен қатар тік шек ампуласын түзетін негізгі шектердің бірі болып табылады. Сонымен бүгінгі сабағымыз бойынша жалпы ас қорыту аппаратының негізгі 4 бөліммен таныстық. Ауыз қуысынан басталып, тік шекке дейінгі аралығы, яғни бас бөлім, алдыңғы бөлім, ортаңғы бөлім және артқы бөлімі бұл ас қорыту аппаратының негізгі 4 бөлімін құрайды.